түзету жобасы бойынша бекітілген болатын. Ережеге сәйкес қоғамдық тыңдаудың төрағалық қызметін қалдырамын. Басқарма басшысы Мансұр Сүйкемсабек қалдырды. Қоғамдық тыңдаудың хатшысы ретінде басқарманың бас маманы Жұмахан Жангелді Қайыржанұлы кандидатурасын ұсынамын. Қарсылықтарыңыз бар ма? Қарсылық болмаса, хатшы бекітілсін. Регламентпен таныстырып өтейік. Қоғамдық тыңдау регламентін таныстырып. Бірінші кезінде қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу. Келген уақытта қоғамдық тыңдаулардың ашылуы 5-10 минут. Іс-шара жоспары бойынша қысқаша баяндамасы 10 минут. Ұсынылған іс-шара жоспарын талқылау 15 минут. Қоғамдық тыңдаулар қорытындылау 10 минут. Келесі сөзді баяндамашы басқарманың бөлім басшысы Өтеген Ақбілек Исабекқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Маңғыстау облысының қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 2024-2026 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары Маңғыстау облысының әкімдігімен 2024 жылы 24 мамырда инвестиция қаулысымен бекітілді. 2024 жылы жоспарға сәйкес атқарылған жұмыстар бойынша қысқаша тоқталып өтейін. 2024 жылы қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарында барлығы 51 іс-шара қарастырылған. Оның ішінде 2024 жылы орындалған іс-шара саны 19, орындалмаған 12, орындалу химиялық іс-шара саны 2, орындалу мерзімі тұрақты жүргізілетін іс-шара саны 17, орындалу мерзімі кеңейген іс-шара 4, жоспарланған жалпы қаржы көлемі осы жоспар бойынша 2024 жылға барлығы 2 миллиард 479,7 миллион теңге қарастырылған. Оның ішінде 2024 жылы игерілгені 589,9 миллион теңгені құрайды. Жалпы жоспар облысымыз бойынша қоршаған ортаға жағымсыз әсер еткен шектеулердің түсімдердің есебінен жүзеге асырылатындығын тапқырлап өтеміз. Сонымен қатар алдарыңызда кесте көрсетілген кестеде 2021 жылдан бастап 2024 жылға дейін аралығында осы қоршаған ортаға жағымсыз әсер еткен үшін түскен төлем ақылы бойынша ақпарат тоқталып өтейін. 2021 жылы инвестициялар барлығы 1 миллиард 104 миллион, 22 жылы 1 миллиард 807 миллион, 23 жылы 1 миллиард 909 миллион, 24 жылы 2 миллиард 307 миллион теңге көлемінде қаржы түскен. Осыған дейін 2025 жылы жоспарға өзгеріс енгізілгендігі жөнінде іс-шараларды орындауға міндетті жауапты мемлекеттік органдарға хат жолданған болатын. Нәтижесінде басқармаға бірқатар ұсыныстар түсті. Енді соларға тоқталатын болсақ, көріп отырғандарыңыздай жоспардың бірінші бөлімі максималды ауаны қорғауға бағытталған. Оның ішінде бірінші іс-шара ауа массивінің ластану деңгейін 5%-ға төмендету іс-шарасын қалдырдық, себебі бұл іс-шара тұрақты түрде орындалып отыр. Бірақ шығынталар етпейді. 24 жылдан бастап бұл жүргізіліп келе жатқан іс-шара мемлекеттік экологиялық сараптама көлемінде жүзеге асырылады. Бірінші, екінші, үшінші санаттағы объектілерде түскен жобалар бойынша эмиссияны төмендету бағытталған. Екінші, үшінші, төртінші тағы төрт іс-шара түсті, яғни ол Қазгидромет Республикалық мекемесінің атынан түсті. Тоқталып өтейін. Бірінші іс-шара Жаңаөзен қаласындағы 2 дана автоматтандырылған ауа сапасын бақылау бекеттерін нөмірі 1 және нөмірі 2 ауыстыру. Яғни Жаңаөзендегі қазіргі таңда жұмыс істеп тұрған автоматтандырылған ауа сапасын бақылау бекетінің тозуына байланысты бұл іс-шараны ұсынып отыр. 2025 жылға салынған қаржы көлемі 393,4 миллион теңгені құрайды. Бұған жауапты мемлекеттік орган Жаңаөзен қаласының әкімдігі. Және оған сәйкес бірігіп Қазгидромет Республикалық мемлекеттік мекемесі және біздің табиғат қорғау. Одан кейін Ақтау қаласының Бейнеу елді мекенінде орналасқан автоматтандырылған ауа сапасын бақылау бекеттерінің нөмірі 5, нөмірі 7 сәйкесінше жаңғыртылу. Бұл да бақылау бекеттерінің тозуына байланысты ауыстыру іс-шарасы табылады. Бұл жерде 2025 жылға салынған қаржы көлемі 150 миллион теңгені құрайды. Сол секілді Бейнеу елді мекенінде бақылау бекетін орнату, оған сұратылып отқан қаржы көлемі 2025-ге 150 миллион теңгені құрайды. Сондай-ақ Қарағанды ауданының шығыс бөлігінде Бекет ата жер асты мешіті маңында автоматтандырылған метеорологиялық станция орнату іс-шарасы ұсынылып отыр. Ол 2025 жылға 27-де 7 миллион теңгені
центральдеги түзілсін. Осылардың қажеттігі жөнінде. Вы говорите, что жылы Батыс Қазақстан ақтөбе жалпы Қазақстан Республика бойынша 9 өңірде су тасқыны болатын. Содан кейін қазір гидропост ретінде солардың біраз ауданында биылғы жоспарымыз бар. Әлі барысында Маңғыстау өңірі бойынша қанша гидропост бар, мәселе соны қысқа нұсқау жазылған. Уважаемый Садыринус, согласно концепции плана развития Казахстана, пункта 2, увеличение автоматизированных мостов по мониторингу состояния атмосферного воздуха поэтапно расширением объекта. То есть на данный момент в городе Жанаузен у нас существует 2 станции, установленные в 2012 году. Срок эксплуатации уже давно истек, они морально устарели, мы бы хотели бы за счет местного бюджета, за счет плана концепции Казахстана все-таки заменить эти 2 станции на новые. И на пунктах Беймил и в городе Актоп, 5-й пункт, там тоже уже газоанализаторы старые, их бы заменить эти газоанализаторы. И по последнему пункту Uzbek Türkis'te baranlardan kazanıp turistler var. Бекинадан басында ешқандай метеорологиялық мәліметтер жоқ. Бізде барандардан ауа райын сұрайды. Ауа райын жасаған кезде бізде нақты арқан информация жоқ. Сондықтан, я думаю, нас поддержит Бекинадан басында бір автоматты метеорологиялық станция. Можно сказать слово? Партия Байдар, Маңғыстау области, руководитель Ксения Макасев. Здесь по медичному решению Казахстана учителей жан ошайтан с разрешением Роскосмоса. Умничайте, в принципе, понятно. Вы мне скажите, пожалуйста, вот вы говорите Инеу, Ахтау и Жанаузен. Локация и как вообще вы это ставите, по каким принципам? В принципе, есть методика. Задавайте. Я вас слушаю, говорите сейчас вопрос. Есть методика и есть экологический кодекс. Согласно вот нашей методике, в Жанаузене вообще должно быть больше мостов. На данный момент у нас сейчас 2 моста, которые установили в 2012 году по линии министерства фирмы Аптек, СКАТ. Они расположены один на территории школы, а второй расположен рядом с акиматом города Жанаузен. Существующие мосты. Это понятно. Теперь по школе и акимату согласно какому принципу ставят? Именно почему именно там? Потому что если смотреть... Мы же должны обеспечить население и именно должны устанавливать, где именно массовое скопление населения. Да. Мы не можем там устанавливать на окраине города, это ни к чему будет. А здесь, внутри города, мы уже будем знать состояние мониторинга. Понятно. Теперь второй момент по городу Актау. Локацию подскажите, пожалуйста, и прибрежные магазины. На данный момент у нас пункт расположен в 12 микрорайоне. Мы там хотим просто газоанализаторы поменять. Станция останется, она подлежит модернизации просто этот пост. Есть такие посты, которые модернизации не подлежат, то есть которые вот ранее озвучивала СКАТ Аптек Жанаузеновский. Их уже не модернизируют, даже если мы эту будку оставим, газоанализатор, даунлогер не будет читать новые газоанализаторы. Они уже устаревшие. А те, которые в городе стоят, их еще и Беймил стоят. Беймил на территории школы Ибрайла Сарина. Там еще можно модернизировать, потому что даунлогер читает. По локации города Актау 12 микрорайонов
терминалом, я вот начал говорить, у нас же есть такое понимание, как Росветров. Да, и вот, например, смотрите, если брать, например, 24 года, в июле месяце, начинаем уже когда тепло, начинаются у нас запахи. Вот у меня такое предложение, вот когда в прошлом году брать пример, опять же повторюсь, со стороны Казазота, вот именно свобода у нас как бы экономической зоны, территории, где вот битумные заводы, НПЗ находятся, вот такое как бы как рекомендация, что ли, чтобы именно в тех частях поставили, чтобы именно видеть реально, потому что там на месте этих локаций как раз находятся непосредственно битумные заводы, другие, которые именно, ну, от которых реальные запахи. Сейчас этот вопрос мы тоже поднимаем через наши совместные взаимодействия с другими органами. Поэтому здесь как бы в качестве предложения хотел сказать. И второй момент – это вот территория села Универсал, где находится Констанцион. Как раз там большие нефтяные терминалы, как раз идет, когда именно погрузка в Мурпорт, и оттуда идет очень большой запах. Вот сейчас как раз есть коллективное обращение именно по Маршикину. В прошлом было по селе Восток. Вот эти два района, вот из именно в этих частях поставить. По Востоку, почему я поднимаю вопрос, потому что находится еще же у нас Пушкарата, полигон, поэтому вот это все, сейчас тем более будет уже тепло, запах будет подниматься. Всем же известно, что наш КОС пока механический слив идет, и вот эта шиша будет подниматься, запах будет опять ветер в сторону города. Спасибо. Я поняла вас, но дело в том, что мы, конечно, не против, если дополнительно нам еще посты поставят. Но на это у нас финансовых средств на данный момент нету. Вот в городе Актау у нас 4-5 поста должны стоять автоматически. На данный момент работают 2 автоматических поста. Один в 32-м микрорайоне и один вот в 12-м микрорайоне. Вообще, по численности населения, согласно ГОСТу, там должно быть 4-5 постов у нас в городе Актау. Ну, если вы поднимаете этот вопрос, может, мы как бы тоже со своей стороны тоже окажем содействие. Потому что бюджет же будет же, и туда, я думаю, 150 миллионов, такая большая сумма, и зато все будут видеть. И такое предложение, чтобы именно вот эту автоматизированную систему мониторинга вывели как на LED-экран, и чтобы в режиме онлайн все видели. Это может быть район акимата, руководители там, подразделений, отделов, потом каких-то государственных органов, представителей правоохранительных органов. Тогда уже все будут видеть, и тогда уже как бы не будет вопросов представителей департамента экологии. Чтобы уже как бы, постфактум было. Такую же, например, именно автоматизированную систему мониторинга поставить именно, например, в тех же этих, где у нас проходят эти большие эти Каламгаз месторождения, Жанна-Музейни и дальше Каламгаз, Бузачи, Оперетик. Тоже одну локацию поставить, там же лучше определяться, например. Я просто немножко, в вашем этом немножко не разбираюсь, я так примерное понимание говорю. Это тоже качественное предложение. То есть, чтобы рационально было использован наш бюджет и чтобы оно потом реально показывало качественное, чтобы потом вопросов у населения не было. Полностью с вами согласна. Этот вопрос сейчас разрабатывается. Все LED-экраны города относятся к частным лицам. Лет 5 назад мы как-то еще оповещали, с частниками договаривались, с акиматом договаривались, но частники просят определенную сумму, чтобы мы ежемесячно оплачивали. Через акимат какое-то время транслировалось мобильное приложение iKZ по всем нашим станциям. Ну, потом частники не захотели, сказали, что вы деньги не оплачиваете, акимы поменялись, и все это осталось на прежнем уровне. Вот сейчас мы с УГРТ этот вопрос опять поднимаем. Это будет, наверное, трехстороннее какое-то соглашение или меморандум, я не знаю, но частники просят оплачивать им определенную сумму, чтобы они транслировали с утра до вечера эту информацию. Там через каждые 20 минут обновляется информация по всем постам. Но мы этого добиться
всех регионах малым экраном освещалась именно информация экологическая, фактическая. Я думаю, что этот вопрос Келесі сұрақ. Совет Федорович, ұсыныс айтып бола ма? Департамент экология. Жаңағы байқатқан айтқанды қолдаймыз. Барысында сізге мына 12-ші микрорайонда қондырылған қаншалықты тиімді постоянно жүргізуші қасында мусорный ящик бар. Соның есебінде причинасын айтып отырмыз. И суерге бізге су алып жеткізу бар. Значит, егер нужно локация решить. То есть жаңа массовое скопление адамдардың көп жиналатын жер. Әлемде қазір дәуірдің алдында тұр ғой. 12-ші дәуірдің алдында тұр, үйден қалып көп жүрмейді. Үлкен магазин қасында тұрған мысалы айтып отырмыз. Сосын болашақта құқық расширение керек. Ол жерде үлкен кемелерді салу, алдағы уақытта шоған, сера, сондай әрекет қасу. Сол себептен осы сияқты отырамыз болашақта. Осы үш күнді тұтап қоймайды ғой. Жасайды 6 есе обновление жасап отыр. Осы станциялар қорқының қасында болсын. Сосын мигранттарды қорық қасына қою қаншалықты тиімді өндірісін адамға зиян бармайды. по первому вопросу, у них микрорайона точно так же проживают жители, точно так же там гуляют люди, она флагшток красная, нужно дети адамдар было, а от того, что оттуда запах, это источник загрязнения, в нашей компетенции не входит определять, это компетенция департамента экологии. То есть мы проводим мониторинг, а источник загрязнения мы, наоборот, должны спрашивать у вас, я так считаю. По Бекетадан очень много запросов. Бекетадаға барайық деп едік, жол қалай болады, ашық бола ма, басында қалай болады, жел бола ма деген бізде көп сұрақ туындайды, запрос келеді. Мы прогнозы составляем согласно синоптической ситуации, но фактов нет. Именно сондай погода болды ма болған жоқ па біз сосын білмей отырамыз. Сондықтан, я думаю, не лишний там поставить автоматическую метеорологическую станцию. Это метеорологическая станция, это не экологическая. Департамент экологии ұсынысын хаттама енгізіңіз. Енді қазір соңғы уақытта да климат өзгеріс бар жалпы. Биыл енді 10 жылдан астам қаржылған, жасқа жоғары онда қарап, ұсыныстарыңызды айтып, бір жұмыс жасаймыз. Себебі қазгидромет бар, департамент экологии бар, бір министрлікте қарайтын болмасын, араларыңызда қандай дискурс болды. Рахмет. Келесі сұрақ. Постар бойынша маек мәселесін көрсетіңіз. Жаңа қосылған іші. Маек жауапкершілігі серіктестігінің территориясына қоршаған комиссияларының автоматтандырылған мониторинг жүйесі қондырғысын орнату бойынша маектің өкілі бар, қатысып отырып өз кезегінде. Микрофон істемейді. Қайырлы күн, әріптестер, садық класстар, өндірісті Микрофон жасамайды. Я мынау оқысам жазылады, себебі производится видеосъемка, да, Насимый микрофон брал, беру қалай өздеріңіз. Ушқа тіліп басу керек.
Каттыраак басып көрүңүзчү, каттыраак. Катты басыңызчы, катты. Істейді ол. Назым Масылдың сындасы болды. Әкемізді ұзат болса, қажырен келе болсаңыз, микрофон істейді екен. Енді проект бойынша біраз мәселелер бар. Сол жаңадан қосылған жоба бойынша сіздер яғни осы жердегі әдісін дауыс береді. Құрметті әріптестер, университет қауіпсіздік басқармасының бастығы Маек Садықовстан есімұлы автоматтандырылған система мониторинг экологический кодекске байланысты талап қойылған. Сол 23 жылы біз оны қосу керек болатын. Біздің қаржының жағдайына байланысты сол мүмкіншілік болмады. Сосын біз жақын арада министерствоға дорожный карта жасап 29 жылдан кейін составить етіп жібергенбіз. Бірақ бізге жауап келді. Осы бірінші июльге дейін орнату керек деген. Сосын проект сметный жұмыстар осы не бойынша автоматизация система мониторинг бойынша осы февральдың аяғында өтті, экспертизадан өтті, оны ұсталды. Енді қазір облыс акиматына біз қазір қаржыламыз ниеті бойынша, қаржыландыру бойынша. Сол енді біздің неміз бойынша, сұрауымыз бойынша осы биылға қосып отыр, осы жоба қаржыландыру. Сол жалпы осы Енді әріптестер өздеріңіздің бәріңіздің жаңадан қосылған жоба, бұл енді үлкен қаражатты анағыдай сұрап, өңір басшысы бюджетті бөлінді ғой. Иә, онда мынандай қай басқарма, мемлекеттік басқармасы қысқа нұсқа айтатыныңыз бар ма, қосатыныңыз бар ма? Бұл жерде енді өзіңіз білесіз ғой, жауапкершілік бар, бірінші екіншіден енді мына еңбек жаңағыдай өзіңіз енді басқарма шеше алмайтын жағдайда республикаға шығу керек па, министрлікке шығу керек па, сол жағын жұмысталу керексіз. Рас па? Тағы да сұрақ бар ма? Әріптестер, айтақ партия сұрағыңыз бар ма? Бұл енді күрделі мәселе ғой, енді білесіз. Мына жерде проектный сметный документациясы 2 миллиард суммасы что-то слишком көп емес па? Бізде қалада на транстелеком деген мекеме бар, автоматизированный система мониторинг туралы жайлап сұрастырып, сосын интернет мониторинг жасап. Суммасы кішкене елеусі, мен сізге если керек болса на контактный телефон берейін, бірінші басшысы. Сонымен ақылдасып берсін, на білмейін, сөзге тікелей астана ашып, управление басшыларымен сөйлесті. Я думаю, здесь можно договориться, чтобы уже как-то бюджет, чтобы остался, что ли, и чтобы каких-нибудь слишком больших осталось. Это в качестве предложения. Бізде бұл сумма, ана бізде бұл 8 источникта, сосын ол экологический кодекс бойынша өзінің талаптары бар. Объемға байланысты. Бізде 3 электростанция бар, сонда 8 источник. Қарапайым сөзбен. Соған байланысты. Ит шығатын ба? Өгіз жасайды да?
қарапайым емес, бір датчик қойып сонымен қадағалап отыру. Оның целая система. Соған байланысты у нас проектный жұмыстар жүргізілді 2 жыл бойынша. Сосын осы проекттің сметный документацияға байланысты осы сома шығды. Да, хорошо, тогда у меня такой встречный вопрос. Сколько времени вообще существует проект, например? Раньше почему этот вопрос не поднимался? Раньше не поднимался, потому что требования вот эти вышли зимой. Толықтырып өтейін, неге бұдан бері талап еткен жоқ? Кеше бұлар 20 жылда жаңа кодекс шықты. 21-ден бастап талап қойып бастады. Сосын осы 24-те тізімі шықты. Именно Маңғыстауға қандай мекемелерге АСР қондыру керек екен. Бесеуі белгілі болды. Төртеуі қазір қондырылды. Жұмыс жасап жатыр. Соның ішінде маяк қондырылған кезде осы жылы игрек проверкасы екеуінде штрафтарды салдық. Соның штрафы кем дегенде 4 миллионнан төмен емес. Әр саны салып отыра берді. Қашан қондырғанша штрафты салып отыра берді. Бұларға тиімсіз әрине. Сондықтан бүгінгі хаттамаға соны тіркеп қаржыландыру мәселесін қолдауды сұраймыз. Бұл міндеттерді қолданатын мәселе. Джо, хорошо сказать, почему именно местный бюджет? Почему насчет своих средств не используются? Местный бюджет маяк қазір әкімдікке қарайды, әкімдіктің өтті, сондықтан ол әкімдіктің тікелей қаржыландыруда. Ол жерде айтып отырсыз ғой, экономика басқармасы бар, энергетика басқармасы. Сіз енді администратор боласыз, осы жөнінде қысқа нұсқа атап өтсеңіз. Әсет Бейсекенұлы, жалпы дұрыс сұрағыңыз. Енді бұл маяк деген біраз жылдан бері келе жатқан мәселенің бірі ғой. Сондықтан осы жерде атап өтейік, қысқа нұсқа уақытта тығыздау деген регламент атап өттік қой. 5-10 минут на вкратце. Рахмет. Қаражат жөнінде қазір енді келесі уточнение қарастырамыз. Енді сіз жаңа айтып өткендей, маяк енді қазір Маңғыстау облысының әкімшілігіне қарастырылғаннан кейін, оның енді сіз сұрап отқан қаражатын енді нақтылаймыз. Сізбен жазбаша түрде бұл жағын қарастырамыз қазір уақытта. Джо, все то хорошо. А почему мы не смотрим альтернативу? Закрыть этот, если ему такие деньги уходят, поставьте другой, например, менее, который приносит какой-то ущерб именно экологический, какой-то вред наносит. У нас же есть же другие, например, эти предложения. Давайте возьмем примерно, например, наши партнеры из других государств. Я слышал, что сюда приезжали и немцы, и японцы, и другие. Почему мы не используем методику? Вот такой у меня тоже вопрос. Да, хорошо, деньги будут выделяться, и мы же все же налогоплательщики. Все мы платим именно, сколько сейчас за именно свет, за воду, за все остальное. Почему мы, например, один раз это не сделать, например, пригласить реальных партнеров, которые покажут, и действительно цена будет немножко поменьше, если поискать хорошо. Я думаю, здесь только, мне кажется, нужно договориться на, не знаю, не на нашем уровне, может быть, области, может быть, на республиканском уровне, и выйти с предложением. Тағы да сұрақ бар ма? Әріптестер, сұрақ? Оның сұрағы ойыңызда. Тау система. Онда былай болмамыз. Өткен жылы табиғат қорғау шараларын жүргізуге 2 миллиард 749 миллион теңге бөлініпті. Көзделіпті. Менің түсінгенімде игерілген 589 миллион. Дұрыс па? Дұрыс па? Дұрыс. Ал қалған бөлігі 2 миллиард теңгеге жуық ақша неге игерілмей қалды?
Мен жауап беремін. Міне, қайтадан жіберейін. 2024 жылы табиғат қорғау шараларын жүргізуге 2 миллиард 749 миллион теңге жоспарланған, көзделген. Ал фактически игерілген 589 миллион теңге. Неге 1 миллиард 900 миллион теңге ақша игерілмей қалды? Кім біледі? Кім? Экономика басқармасы біле ме? Мен сіз енді сәке кешірім сұраймын, жаңадан келдіңіз, бәріне көмек ете алмаған шығарсыз. Мәселе осында жатыр. Неге игерілмей қалды? Жоспар 24 жылға арналған жоспар орындалмай қалды. Сондықтан корректировка енгізу керек. 25-те орындалатын емес, корректировка енгізу керек. 26-да орындалатын мүмкіндігі жоқ, корректировка енгізу керек. Себебі қаражат қайда? Анаққа жауап бермейді. Кім бере алатын ба? Себебі орынбасар іс-шарада біз басында бекіткен кезде әрбір мемлекеттік жауапты мемлекеттік орган бекіткен болатынбыз. Әрбір жауапты мемлекеттік орган әр өзіне бекітілген іс-шара бойынша бюджеттік өтінім беріп, бастан аяқ сол іс-шараның орындалуын қамтамасыз ету керек болатын. 2024 жыл аяқталғаннан кейін барлық жауапты мемлекеттік органдарға біз хатшылар бір емес, 2 мәрте, тіпті 3 рет қателеспесем жібердік. Бірақ ешқандай кері байланыс болған жоқ. Бұл жерде мемлекеттік органдар тарапынан немқұрайлылықтан орындалмай отыр. Бірақ біздің басқарма жауапты болып тұрған іс-шараның барлығы дерлік бұл жерде орындалды. Орындалмай қалғандары 2025-ке қарай аяқталды. Сонда табиғи ресурстар басқармасының жоспарланған шаралары орындалды. Орындамаған басқалар. Жаңағы көбіне Ақтау қаласы мен аудан көлеміндегі ЖКХ-лар орындаған жоқ. Ендеше жылдың қорытындысымен облыс әкімдігіне, облыс әкімінің атына хат жазылды ма? Шара қолдану жөнінде. Тастай беретін болсақ болмайды ма? Мәслихаттың алдында қорғалды бірақ 24 Әкімнің атына талап қойылды ма? Сол табиғат қорғау шараларын орындамаған, экологиялық кодекстің орындалуына немқұрайды қараған басшыларды шара қолдану жөнінде. Қандай пункт? Облыс әкімінің орынбасары деңгейіне хат жазуды орындалу міндеттеледі. Бірақ жазалау жөнінде хат жазылған жоқ. Значит, әлі неден шаралар алынған жоқ. Шаралар Жақсы, келесі. Экологиялық кодекс бойынша, бюджеттік кодекс бойынша, 2 кодекстің 3 статьясы бойынша, мен бастарымды ауыртпайын, атап тұрады. Бүкіл эмиссия үшін, қоршаған ортаға жасалған эмиссия үшін төлемдердің барлығы түгел тек қана табиғат қорғау шараларына жұмсалу керек. 2 кодексте осылай көрсетілген. Ендеше экономика басқармасы қанша түсті? Мысалы, өткен жылы 31 миллиард теңге түскенін білемін мен. Ал сіздер қанша жоспарладыңыздар? Қаржыландыру жөнінде. Әрине тікелей сіз емес, сіз енді басшысы емессіз. Бірақ сол мекеменің өкілі ретінде отырғызып сұрақ қойып отырмын. Қанша? 2 миллиард 622 миллион 960. 2 миллиард. 2 миллиард. Ал 25-ші? 25 2 миллиард 622 план, факт 675 бүгінгі таңда түсірілген. А 23-24-те 1 миллиард 909, 24-те 2 миллиард 307. Бұл емиссия. Ал эмиссиядан түскен түсімдер қанша? Енді жоспарланған, орындалған жұмысы 589 миллион. Сонда 24 жылға 2 миллиард теңгеден 589 миллион теңге ғана табиғат қорғау шараларына бөлінген. Ендеше
бюджеттік кодекс пен экологиялық кодекс Маңғыстау облысының территориясында өрескел бұзылып отыр. Бірінші осыдан жоқ, бар. Мәселе мынада 25-ші жылға да жоспарланып отырған 24-ші жылда 589 миллион теңге түскен қаражаттың мөлшері 2 миллиардтан астам. Бұл жерде қандай пункттар орындалған жоқ қой? Осы шығару осындай ма? Пунктің артынан жекелеген мәселелердің артынан қарайды. Енді жоспар қарайды. Жоспар бойынша мыналарды да қарайды. Мен неге айтып отырмын азаматтар? Бәріміз тек өтірік айтатын боламыз. Ақырында жауап беретін табиғи ресурстар басқармасы бар. Мына жағдайды қарайды міне. Екінші пункт. Жаңаөзен қаласында 2 ғана автоматтандырылған ауа сапасын бақылау бекеттерін ауыстыратын кім? Экология министрлігі қаражат бөлді ме? Жоқ. Қараңыздар, ендеше экология министрлігі жауап бермейді. Жаңаөзен қаласының әкімдігі. Жаңаөзен қаласында бар жоқ әкім. Мен мысалы ретінде айтып отырмын. Кез келген пунктке осылай қарайтын болсақ, өтіп екендігі көрінеді. Жаңаөзен қаласының әкімдігі кәне бар ма? Жоқ. Неге көрінеді? Ендеше Жаңаөзен қаласы әкімдігі жауап бермейді. Мен әкімі бар ауданды қараймын. Бейнеу ауданы. Бейнеу елді мекенінде орналасқан автоматтандырылған ауа сапасын бақылау бекеттерін нөмір 5-ші және 7-ші сәйкесінше жаңғырту. Бейнеу ауданының әкімдігі қанша миллион теңге қарады? Жоқ қой. Жоқ. Міне, бірінші Бейнеу ауданының әкімдігі бірінші пункт жауап береді. Сосын Қазгидрометте жоқ деп отыр. Қазгидрометтің филиалының басшысы жоқ деп отыр. Ендеше экология министрлігінде не болады? Оған табиғи ресурстар басқармасына қарамайды, сондықтан ол бөлмейді. Тек жинақтаушы табиғи ресурстар басқармасы. Олай болатын болса, мына жерде 4-ші пункт өтіп. Мен азаматтар жасалған жоспардың орындалушыны айтып отырмын. Айыптау емес, реальный қаражат қаралмады. Өткен жылы экология департаменті өткен жылдың соңында 31 миллиард теңге түсті. Мен басқасын айтпаймын, мына эмиссияға. Ендеше 31 миллиард теңге 25-ші жыл жұмсалу керек. Ал сіз айтып отырсыз 2 миллиард теңге деп отырсыз, жоспар бар. Штраф болсын. Мен несін бюджетке түсірмеймін. Кодекстің 3 статьясы бойынша табиғат экологиялық шараларды, талаптарды бұзған үшін түсетін ақша түгел сол табиғатты қорғауға жұмсалу керек. Солай ғой. Ендеше мен айтып отырған теріс. Дәл дұрыс айтып отыр. Олай болатын болса, мен жылы 31 миллиард теңге қаралу керек. Өткен жылдың аяғында болса. Мен азаматтар көзбояу үшін емес, жоспардың дұрыс жасалуын айтып отырмын. Мынау жаңағы мен тек бір-екі көрсетіп келгендіктен емес. Міне сонда 4-ші пункт өтіп. Себебі міне ауданның әкімінің орынбасары осы салаға жауап беруін айтып отыр. Оған қаражат бөлінген. Қазгидрометте жоқ, табиғи басқармасы жоқ. Әрі қарай кетті азаматтар. Мен мынаны қайтадан түзетіп жасау үшін, реалий жоспарлау үшін айтып отырмын. Мынайын 8-ші пункт. Маңғыстау облысында су объектілерін түгендеу және цифрлық базаға енгізу. Маңғыстау облысында су объектілері бір ғана үлкен су объектісі бар. Ол Каспий теңізі. Трансграничный. Сосын жер асты сулары бар. Ол саусақпен саналады. Мына жерде құйылып. Мына Қызылқұм, Бостанқұм, Түйесу, Қарағайлы сияқты жер асты суларының базалары бар. Енді
су объекттерін түгендеу дегеніміздің арқасында Маңғыстаудың халқы 2,7 миллион бас қой өсіргенде тек қана жер астының құдықтарымен ғана күнелтті. Олай болатын болса Маңғыстауда 1,5 мың точкада жер асты сулар құдықтар бар. Сол құдықтар түгенделіп барлығы паспортталу керек. Енді жоспардың соңғы қанша қаражат керек дегенде шығынсыз деп қойды. Шығынсыз 1000 жарым құдықтың гидротехникалық, гидрологиялық жағдайын, оның физикалық жағдайын, гидрохимиялық құрамын бәрін анықтап, паспорт жасау, түгендеу бір адам жасайды. Бір адам ақшасы жасамайды. Міне тағы да азаматтар былай айтайық. Мен реалий жоспар жасау үшін айтып отырмын. Бір-біріміздің көзімізді алдамайды. Әрі қарай 8-ші пункт. Маңғыстау облысында су объекттерін түгендеу және цифрлық база енгізу. Бұл енді Бұны гидротехниктер мен гидрогеологтар бірлесіп жүргізетін дүние. Әрі қарай кетті. Гидротехникалық құрылыстар мен негізгі жабдықтарды көп факторлы тексеру. Бұған бөгеттер, каналдар, су құбырлары, сумен жабдықтау жүйелері, тағы басқалар. Ал азаматтар тыңдамаса, онда босқа келген болса, ол босқа болып кетеді. Міне осыларды тексеру үшін шығынсыз деген тағы да. Бұны неге шығынсыз деп отыр? Табиғи ресурстар басқармасы кінәларын білмейді. Экономика басқармасына барған кезде ана қаражат салған жердің барлығын бастады. Шын сол. Кім Индира шын сол. Қалай төбелесті ғой. Әрі қарай кетті. Бейнеу бойынша жер асты суларының көтерілу себептерін зерттеу және анықтау. Талғат Сағынбаев барған жерге. Неге су көтеріліп жатыр? Құрғақ жер. Қоян су толып жатыр. Канализация өте ескі, бүкіл канализацияның суы астына сіңіп жатыр. Екінші, барлық жеке үйде орналасқан жердің бәрінде шаруа жоқ. Көпшілігі 80-90% септіктің орнына тек тастың қоршауы бар, аралары қуыс-қуыс. Ана асты сол жердің бетіне әрі қарай сіңбейді, септіктің сорғалығы ашық келмейді. Барлығы жайылып кеткен, мүлдем қоян шөлдегі шөлдерді қазір бейнеу суға жүзіп тұр. Ал міне жерде 24-ші жылы, мына неше 25-ші жылы 13,15 миллион теңге гидрогеологиялық зерттеу грантына. Солай ғой? Ал мұнда жақсы келісті. Жаңаөзен қаласында жер асты суларының көтерілуі. Жер асты суларының көтерілуінің 3 себебі бар. Бірінші, ана Бостандық қазгпз аймағы тәрелкінің түбіне салынған. Құбылар еті 7 метр биік, терістігімен солтүстік шығыс беті 23 метр биік. Бүкіл жаңғырту су тәрелкінің түбіне жиналады. Әуелде Совет үкіметінің кезінде ген планды жасағанда, ол жерге ген планның ең соңында черный по белому неден жазған қуатты жаңағы гидротехникалық құрғату жүйелерін салмай бір. Екінші, ана Қараманды бас кен орны немесе өзен кен орны бөлшектік. Соның жер асты пластовый давлениені қалыпқа келтіру үшін пәлен ондаған жылдар бойына 50 жыл бойына су айдалады. Сол су карстық құстармен жарықтар арқылы жердің бетіне көтеріліп, ана жерге құйылып жатыр. Теріскей беттерінде бұлақ болып ағып жатыр. Ал оңтүстік батыс беттерінде дәл
жаңағы бостандықтың қазіргі біз аймағына болған сенбесеңдер 2006 жылғы жүргізілген аудиторлық материалды қарап шығыңдар. Бұл міне сіздерге экология департаменті сіздерге үлкен жұмыс, миллиардтар штраф төлейтін немесе соны ана жерге суды қорғату әдістерінің өзінің есебінен жүргізетін өзен-мұнай-газ әлге дейін ашып береді. Документ аудиторлық мәлімет. Енді кіші оймашарада осындай жағдай, осыған ұқсас жағдай. Міне осындай жағдайларды қарап отыратын болсақ, азаматтар мынау қаражат бөлінбесе, мыналардың барлығы тек осыға қарайтын. Табиғи ресурстар басқармасының ертеңде крайнелік шығаратын. Міне Қазгидрометтің филиалының директоры міне жерде бірнеше жерге жаңағы автоматты ауаны бақылайтын, құрамын бақылайтын жүйе орнату керек деген бір тиын ақша жоқ. Благое намерение жоспар болды, еніп кеткен жерде көп ағайды. Мен соны айтып отырмын. Сондықтан бір реальный жоспар болғаны жақсы да ағайды. Мына жерде сосын мына ауылдарда тұрмыстық қатты қалдықтар полигонын салудың жобалық құжаттамаларын жасақтау, мынада тен жасақтау, тағысын дейтін жерлер бар. Олардың барлығы жасақтау отырған, түгел жасақтау отырған нәрселер жаңағы қаражат бөлінбегендіктен жылдан жылға отырып, енді қайта болған 5-6 жылда 7-8 жылда қайтадан техникалық экономикалық негіздерінің жобасын құжаттама жасақталып, жел ұшып болып кетеді, осылай тек келе жатыр. Сондықтан бұл жерде ағайын егер уақыт қатты тығыз болмаса, мына мәселелерді тағы да анықтап жіберіп, облыс әкімінің орынбасары деңгейінде басқармалардың басшыларын шақырып, ведомстволардың ауылдың қалалар әкімдерінің өкілдерін шақырып жіберіп, сол деңгейде отырып қарамаса, табиғи ресурстар басқармасы басталады. Сондықтан менің ұсынысым бұл мәселені сәл кейінге қалдырса деген өзім. Маяк деген өзінің ешкілік болды. Сонда, дұрыс болды. Енді Қошқарбай Тырқату қоймасының айналасына жасыл желек орнатып, жаңағы ұшатын шаңды жермен, жер бетімен қозғалатын желмен тасымалданатын қалдықтардан, қалдықтардан қорғау деген өте дұрыс мәселе болған. Оған мен ойлаймын. Бірақ қалдық қоймасының бетінде орналасқан 8,5 квадрат километр жерде ашық радиациялық фон жатыр. 8,5 квадрат километр жерде, естеріңізде болсын, 8 гектар емес. Ал осы жерде ешкім қорғай алмайды, ол соны жиекті қорғай алмайды. Ол ұшақ радионуклидтер жан-жаққа тарайды. Осы мәселені қалай орнында да қолданмаса, елді әбден қолданамыз. Сосын 391 квадрат километр жерде күкірт қыл заводының қалдықтары жатыр. Перитін аға, перитті күйдіру деп жатыр. Ал құрамында 12-ға дейін бар. Ұшық жан-жағын елді деп жатыр. Сондықтан осы бір жерді де қарау керек болатын шығар. Ағайын мен үрімдісін осыны айтып отырған. Реальный қарай жаңағы айтып отырған бюджеттік кодекспен экологиялық кодекстің талаптары бойынша түскен ақша, мысалы өткен жылы Атырау облысы 89 миллиард теңге жұмсады.
Biz 820 milyon tenge жұмсадық. Мен фактіме сөйлеп отырмын. Сондықтан мына жердегі мәселелерді кішкене қайтарасыз. Облыс әкімі, әрине, оны біз қарастырамыз. тағы да басқа жердер бар. Ең жаңағы сіздің айтып отырғаныңыз енді Айгүл Борисқызының мәселесі ғой деп қосайтасыз маған енгізген қаражатта жоқ. Ол енді неше министрліктен тартылған болатын. Біз енді бұл жерде қарастыруға енді осы өмір біздің өмір болғандықтан біз жақындашып сізге рахмет. Барлық ұсыныстарды хаттамаға енгізіп жұмсаған боламыз. Енді сіз енді бұл салада бірақ жұмыс жасадыңыз, ел білек, халық білек, аман болудан арашаны жасап, осылай арамызда батырбек ақсақал болудан кездесіп, арашаны жасап, қасында жүре беріңіз. Көп рахмет. Жалпы енді әріптестер бірақ мәселе бар, өздерің білесіздер, бұл жерде честа бар, ішкі істер департаменті өкілдері бар, енді бұл жерде жалғыз қосқарада эколог сұрақтарымен және де пост мәселесі бар. Жалпы енді қайырданда постқа сол сұрақтарды да қызданышқа энергетика басқармасы осының ішінде біраз іс-шара қаралған, сол жөнінде. Және де мына қазіргі таңда өмір бойынша итбалықтар, заман бақшаның сізді бір қысқа нұсқада өтсеңіз, жалпы қандай жоспар бар, қандай мәселе бар, шешу жолдары. Енді кеше де бір экоактивистермен кездескен, сол кезде олар тек Қошқарада не болды, Қошқарада не болды деп қайта-қайта сол мәселені қозғай береді. Қошқарадан енді өткенде біз телевизиядан да, соцсеттен де барлық ақпаратты беріп отырмыз. Ол жерде енді түйін мәселесі бар, қос мәселесі бар. Жалпы мәселе көп қой, сол әрбір сала бір 3 минут ішінде қысқа атап өтсе сондай бір ұсыныс бар. Және де жерде Ақбілек деген жаңа өзен әкімдігінен адам жоқ, басқа басқармадан өкілдері келген жоқ. Өңір басшының атынан бүгін ішке барғаннан кейін қызмет хат дайындаңыз. Және ақпарат басшыдан мен шыққаннан кейін осы жерден баяндайтын боламыз. Түсінікті ғой? Аталған сөз өзіңізге қысқа нұсқа. Маңғыстау облысының бақша басқарма басшысы Молдашев Арман. Қазіргі таңда өздеріңізге мәлім, соңғы осы жылдары көбінесе мына солтүстік батыс бағыттан соққан дауыл желдерге байланысты мына Каспий теңізіндегі Қызыл кітапқа енгізілген итбалық жануарлары жағада өлекселері дауыл анықталуда. Яғни бұл 2024 жылы айта кетсек, 2000-нан астам итбалық өлекселерінің ұшалары анықталды. Бірақ итбалықтарға қандай да ғылыми зерттеу ұйымдары зерттегенмен ұшалардың итбалық өлекселері көптен өлгені атырап кетуіне байланысты бүгінгі таңға дейін нақты әлі неден өлгені анықталған жоқ. Бірақ бұл бойынша жұмыстар жүргізілуде. Осыған орай мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес осы Каспий теңізінің Каспий итбалығын қорғау бойынша мемлекеттік табиғи резерват құру жоспарланған. Осыған орай үкіметтің қаулысымен 2024 жылы Каспий итбалығын сақтау бойынша мемлекеттік табиғи резерват құрылды. Қазіргі таңда мына бүгінгі қарап отырған іс-шарамыздың ішінде итбалыққа қатысты тек бір пункт бар екен. Яғни Каспий итбалықтарының көшіп-қон жолдарын сақтау үшін экокоридорлар жасау. Яғни бұл жерде Каспий теңізінде Маңғыстау облысы мен Атырау облысының екі жерінде итбалық резерваты учаскесі белгіленген. Сол екі ортада жүретін экокоридор анықтау бойынша бұл жерде тағы да шығынсыз деп көрсетілген қаражат. Осы ескеру сұраймын, бұл экокоридордың ТО-сын, техникалық экономикалық негіздемесін жасау, ол үлкен қаражат талап етіледі. Осы бойынша мына жерде қарап, ұсыныс бұл жерде қаражат есебін біз жасап жатыр. Және мына промға да ұсыныс бергенбіз, пром арқылы жасатуға. Қазіргі таңда осы ең бірінші мәселе осы көші-қон экокоридорды жасау. Енді одан бөлек тағы да итбалықтардың осы сақтау бойынша және мониторинг жүргізу бойынша да осы алғанда облыс әкімінің төрағалығымен жиналыс өткізілген болған. Ол бойынша қазіргі таңда облыс деңгейінде
тарапынан өздері тарапынан бұл жерде облыс әкімінің өкімімен бағанағы жұмыс тобы құрылатын болады. Бұл жерде осы басқарма тарапынан алгоритм жасалды, яғни тірі итбалықтар мен сүйек итбалықтың өлекселері шыққан жағдайда қандай алгоритм бойынша қандай іс-әрекет жасалу керек және схема қандай жерде қай орындарға хабарланатыны туралы осы бұл жерде мекемелерге жолданды. Жалпы біздің ұсынысымыз бар, қаржы бөлген осы іс-шараларға осы итбалықтардың қорғау мақсатында және алдын алу бойынша ұсыныстарымыз бар. Біз қағаз жүзінде ұсынып отырмыз. Жақсы, рахмет Аманбақшан. Енді Аманбақшан, енді ол келе жағдай ғой, естественно платеж деген бар, басқа да не бар, енді ол бәрі де қазір таңда тек Инстаграмда ашып алсаң, ешкім оған мән беріп жатқан жоқ, біліп жатқан жоқ деп. Сондықтан кеше де бір сіздің атыңызға айтқан бөлек беру жөнінде. Сол жағынан өзіміз жұмысты кішкене тағы да бір Шевченко елді мекенге барып, қаласына барып, сол жұмыстарды кішкене тағы да көрсету керек болады. Қабылданды бұл бойынша жұмыстар жасалып жатыр. Енді бірігіп жұмыс істейтін боламыз. Рахмет. Управление энергетики. Mana қос мәселесін атап өтсеңіз, мына жерде қабылданған аудан әкімдік басқармаларға қатысып отыр. Мүмкін бір ұсыныстар болар, айбардың бір мәселе болар, жалпы қазіргі таңда қос мәселесі өте көзделу болып тұр. Қай ауданында мен білуімше, мұнай неде Қарағай ауданында қос жоқ емес. Құрық өзінде аудан орталығының қасында. Мына егер КПМ-ға еңбек алған соны бір өзіңіз атап өтсеңіз. Бұл постар бойынша қазір енді нақты сізге жазбаша түрінде ертең түске дейін берейік ақпарат бар. Бұл жерден барлығында тапсырмалар бар, аудандық аудандарымыз бар қазір. Нақты ертең түске дейін сізге бір ақпарат береміз. Жақсы, қай ауданда бар, қай ауданда жоқ, қандай жұмыстар атқарылуда, бюджет бөліну мәселесі бәрін беріңіз. Жақсы ма? Туризм басқармасы жалпы осы бойынша осы жоспарға кірген аудандарды қоссал жөнінде осы жаңа айтылғанымыз ең үлкен ауыл бейнеге қосшау. Осы міндетті керек деп жоспарға кірген 20-26 бірақ енді қазіргі соңғы өңір басшысының тапсырмасына сәйкес біз өздігімізде эфир дайындап не болмаса проект дайындап управление экономика сіздерге тапсырма берсе сіздерге осы керек проект дайындап біз проект береміз. Бірақ міндетті түрде керек жағдай екен айтып өткен үйдің астын сулары көтеріп жатыр, септіктің бәрі сіңіп жатыр, кем-кешелер ауылдың іші газ су басып кетіп отыр. Сондықтан бірінші кезекте видеоге қос салу керек. Соған қазір не болмаса хаттама кіргізсеңіздер, видеодан қос салу үшін проект дайындауды бастасын деген. Біз соны баста берді қолға алдық. Қазіргі кезде ондай тапсырма болғаннан кейін біз проект дайындауға кірісіп жатырмыз. Ұсынысымыз сол, бүгінгі хаттама кіргізсеңіздер, видеодан қос салу үшін проект дайындауға біздер кірісе берсек. Қазір видеоларда ремонтқа байланысты қаржы видеоларда әртүрлі сөйлеуге жатпайды. Өніміздегі қай управление қалай болмаса қай яғни жүретін біздің құзыретімізге келмейтін қаржы. Сосын енді жаңа соңғы жағын айтып отырмыз, бізде екі ауылда полигон салу проект дайындалған. Қазір проектілеріміз дайын. Біреуі Талшы 28-інде, екіншісінде осы айдың аяғында несі шығады, сараптамалық қорытындысы шығады. Енді соған қаржы бөлмесе, өткен жылы декабрьде қорытындалған, қазір соңғы заңдар өзгерісіне сәйкес бір жыл өтіп кетсе, біз қайта көтеріп түсуіміз керек. Сондықтан соңында қаржы бөлуді тапсырма берілсе, бізге кезінде тапсырма берілген проекттер жөнінде проектіміз дайын жатыр. Қаржылықта полигон салуда проектіміз дайын, соған сосын осы жоспармен танысуға жаңа айтқандай бір ай болды неге барғанына. Біздің региондар бойынша конкурстардың жұмыстарын жүргізуге ауылдар кірген екен. Дәжен, Сұңғылау, Сан, Қырыш, Ажет, Сарғарин ауылы алып қойған екен. Соны да өзінің ішінде қарасақ, осы жоспардың ішінде. Кірген жоқ? Сол проект дайындауға кіргізсе деген.
комиссия деген сөз болады. Он тезисин салу керек. Жоқ, сол тез дайындауға жоспарға кіргізсе керек. Onun kararını bekliyor. Оған қарап шығу керек қой, жасамады ғой. Zaten кірмеген басында Иә, бірге аламыз. Sosun ne olur mu? Dini o dramızı, dini Mangistau'dan boyunca дендрология жасау дейді. Дендрология жасау үшін примерно 30 миллион теңгеге. Примерно үш ауданға 300 мың, 300 миллион. санаған ең көбі биыл жаңымен сақсы басы. Мен бейнеуді айтып отырмын. Бейнеуге Орынбасарға жалпы биыл жоспар бар, 2 миллион ақша бөлінді. Үш аудан Жаңаөзен қаласы, Бейнеу ауданы, Маңғыстау ауданы. Қазір бөлінді ақша отырды. Onda жақсы Иә, құдай қаласа соны бөліп, Аудандар бөлінді ме? соны қазір біз шешіп жатырмыз. Жалпы мен өзім көзқарасым аудан өзі сол жерде бұларда проблема аудандарда, программа жоқ. Иә, ақша бізге отырды, қазір соны біздерде Жазира ханым айналысуда осы мәселемен. Иә, осы жылдың аяғына дейін сол жұмыстар толық істелетін болады. Жалпы аудан Жазира ханымыз солай ғой? Иә. жалпы бойынша ақталған 3 аудан жасақталды. Барлығы цифрлық форматқа көшті. Біз енді осы программаға бітіресіз ауданы. Программа контест деп аталады. Республика арқылы сатып қоюды бар, сатып қоюды. Мен Жазира отчеттар бердім, айлыға бардым. Енді сол 3 аудан қалып кетті. Ыңғайсыз болғанына байланысты жүрмейді. Не үшін керек? Жалпы аудандар өзінің ағаштардың санын білмейді. Мен соңғы кезде ағаш жүрмін, одан неге өзінің санын білмейді. Біріншіден, бюджет алу үшін ағаштың санын білмейді. Қалаға шығарып кетіп отырды. Жыл сайын үстіне жүріп, еткен ағашты қойып отыр. Екіншіден, жоспар салынып қажеткен сосын ол цифрлық форматқа көшеді. Біздің облыс Қазақстанның ішінде мақтанып айтуға болады, алғашқы ол цифрлық тіл. Біз оны мақтанып айтуымыз керек негізінде. Айтып отырмын цифрлық. Бұл енді цифрлық. Қаланың жағдайы бар, жердегі интернет бар, енді оның репертер алысқан программаны өзіміз жүргізіп отырайық деп отырмыз. Бірақ келешекте сөйлесеміз. Любой компьютерный программа поддерживает слабость, любой компьютерный программа. Қазір бізді галактикалық программа өтті, да? Соған 135 мың жылына төлейміз әрбір институт. Өзіміз құямыз балаларға. Қазір кадр түгел өсіп кетті, президент кадры бар, бюджетті бәрі ғой қазір білесіз ба? Бүкіл бюджет кадр. Соған күштіміз. Любой компьютерный программа Потому что техподдержка не стоит в не стоит техническая поддержка. Один из техподдержку төлейміз, жына бір бетін төлейміз, сондай сияқты иә бұлда. Дұрыс ауылдар. Бірақ үш ауданды жасаған дұрыс екен сәлептар болды. Себебі облыс түгелімен цифрға көшіп, қазір ақпарат берді. Аудандар келмейді, қанша Дұрыс ауылдар, оны біз ұсынысымызды қабылдаймыз. Былтыр істеген жұмыстарды мен көрдім, өте тамаша, керемет. Қазір енді оны кішкене жететін уақыт керек болды. Өте жақсы істелінген, сізге алғысымыз шегеміз. Дұрыс, енді оны дальнейшем реализация керек. Ары қарай 10 жылға дендерлік жасауында, ары қарай жұмыстан тұрып, мысалы қала болсын, біз ертең қазір бұл дендер планды дайындап Бейнеу ауданына береміз. Бұл ертең Бейнеу ауданында болып жатқандарға жұмыстан тұрып, сол мәселе. Сондықтан, осы мәселеге ұсыныс бар ма, айтатын нәрселер бар ма? Сұрақ бар еді. Менде бір ұсыныс бар. Экономика басқармасынан осыдан бір жыл бұрын жалпыда Торышта әртүрлі тастар орман осы әлеуметтік желіде үлкен әңгіме болған табиғи қырын объектілерді ешқандай қорғалмаған. Қазіргі өңірде шамамен 126 табиғи объектілер бар.
Соны біз сөйлеуде хаттама бір шешім қабылдаған едік. Басқарма арқылы сөйлеуде паспорттау, то есть статусын беру табиғи түрін объектін. Оны бермесек, ертең қазір енді күдәған полиция бар, тағы да басқа өкілетті органдар бар, браконьерлер немесе сол табиғатты бүлдіріп жатса, біз оған заңды түрде ешқандай ештеңе істей алмаймыз. Себебі ол жерлерде статус жоқ. Мысалға шетқала, просто ол шетқала болса ешқандай статус жоқ, юридический болсын не болсын. Сондықтан ертең шетқалаға аэрофлот қазір туризмде дамып отыр. Бұл жерде жаңағы вандализм сөздер болса, ештеңе істей алмайды. Полиция да басқа да. Сондықтан осы ұйымға қаражат ұсынылған, бірақ та экономика басқармасы қолдамады. Себебі Енді осы бойынша 30-шы күн Маңғыстау облысының территориясында мемлекеттік табиғи ескерткіштер құру бойынша емес, табиғи ескерткіштер паспорттау бойынша деп жазғандарсың бар. Ол табиғи ескерткіштердің паспорттаудың жұмысының 90% жасау енді бұл жерде бір мәселе табиғаттың жаратылыстары жинап отырмыз. Бұрын тепке дейтін біреу теуіп жіберетін кен орны үшін 60 мың гектардай жерді беріп өте өрескел жасалған, кезінде білмей қалдық. Барлау жұмыстарын, мұнай барлау жұмыстарын жүргізу үшін 60 мың гектар жерде мұнай барлау жұмыстарын жүргізуге уақытша рұқсат етілсін деп беру керек. Оны тұрақты берген. Ертең деген мұнай шығатын болса, мұнай шыққан 3 мың гектар алқапты, мұнай шыққан 3 мың гектар алқапты балансына беру керек. Ана 56 мың гектар жерде сақтап қалу керек. Сондықтан бұл жерде бір айтатын нәрсе, бұрын жасалып кеткен нәрсе, енді мен бұлай айтып отырғанымыз. Сөйтіп Манашы заказник. Манаш заказнигінің жалпы аумағы 223 мың гектар. Соның 60 мың гектар кетіп қалды. Осыдан болсын. Енді 5 мың гектарды әскери полигон салу үшін. Неге әскери полигон салатын болса, ол жерде қарсы, күрсін, атыс, бомбаның жағылып, снарядтың жағылып. Онда Манаш қауманы жоқ деп есептеу керек. Ендеше мен Манаш қаумының аумағынан 50 мың гектар жер учаскесін беруге мүлдем қарсымын. 31-ші пункт. Ойланып қараңыздар, полигон атыс, жарылыс шығады. Сондықтан мен жерде мүлдем беру болмайды. Бұған да басқа полигон үшін сорларды қылмады. Атысын ана карьерлердің ішіне кіріп атсын. Жоқ, жалпы государственный важности болғанда, ондай жағдайда Маңғыстаудың ең осы жерде жаман аяқ тұрған Маңғыстаудағы қарақұйрықтардың 80-90% көрсетілген. Ең адам аяғы бармайтын жабайы жануарлар өсетін жерде онда құрттық. Бұның жобасын әзірлеуді тоқтату керек. Оның орнына сорлар бақтап құрып қоя азамат.
ешкім құзайға болмаса адам береді. Осы жерде 32-ші пункт. Жабайы жануарлардың сандық құрамын анықтауға мониторинг жүргізу. 25-ші жылы 10 миллион теңге көзделеді депті. 26-да ма, 26-да 10 миллион. Bir жылдың ішінде жабайы жануарларды анықтау мүлдем мүмкін емес. Санын анықтау мүлдем мүмкін емес. Сондықтан мониторинг екінші жылдан бұрын 2006-78 жылы 9 жылдан кейін қайта бастап 14-15 жылдары енді тағы да 3 жылда жоспарланып 25-26 жыл ішінде. 20-дан түсінбей қалды. 10 миллион. Түспей қатса жақсы, онда келістік. Бірақ дұрыс айтып 3 жыл болса, әрі қарай кетті. Каспий балықтарын көшман жолдарынан анықтау дейтін қай басқарманы? Айттық қой бана. Мал шаруашылығы басқармасы. Мынаны солтүстік жалпы анықтауға мүмкіндіктеріңіз бар ма? Түсінбедім. Былай дейді 33-ші пункт. Каспий балықтарының көші-қон жолдарын сақтау үшін Эко-коридор. Олар бар ма? Жасайсыздар ма деймін. Қазір сіздердің жүзіп шығатын теңіздің жағасында 500 метр жүзіп шығатын шлапсыңдарың бар. Жоқ, оны әрине біз жасамаймыз ғой. Оны ғылыми ұйымдардың ұсынысымен негізінде жасалынады. Ол техникалық, экономикалық негіздеме. Мына мұздың үстіндегі чип орнатылған ілеспешідегі. Жоқ, бұл жерде эко-коридор, банағы құрылған резерват, қазіргі Құлалы аралы, остров Тюнени. Сояқтан мына Атырау жағына қарай прорба жаққа да екі ортадағы эко-коридор, соны айтып отыр, екі резерватқа жүреді. Бірнеше жыл бұрын қазір біреуі жоқ. Ана Волгиді айтып отыр. Түбек болып қалды. Соған қарап айтып отыр. Мына жерде мына кендірлі аймағында кем дегенде 3 мыңдай ит балық жататын еді. Соңғы жылдары 500-дей ғана басқа жерде басқа коридордың қандай екенін чип қойып отырсыздар ма, қалай анықтайсыздар дейді. Жоқ, бұл Ана ит балық жүзіп жүретін, баратын, жаңағы демалып жатқан жерлерін анықтау керек қой. Жүретін жолдары. Сол қалай анықтайсыздар деген. жоқ, оны біз анықтап отқан жоқпыз. Енді жалпы мынау халықаралық маңызы бар су айдыны болғаннан кейін Каспий теңізі және мына итбалығы қызыл кітапқа енгізілгесін 2020 жылдан 4 жылға Ресей Федерациясы мен Қазақстанның екі жақты ғылыми зерттеу ұйымдары жүргізді 4 жыл бойы. Бұл чиптарды салды, олар мына КП дейтін ғылыми зерттеу ұйымы бар, солардың берген ақпараты бойынша кеше осы резерватты құру кезіндегі сонда көрсетілді, оңтүстіктен солтүстікке бағытында жүрген миграция жолдары бәрі көрсетіліп тұр. Салынған чиппен зерттелген. Мәселесін зерттеу таңғы дейін отырған емес. Мен таңғы сағат 4-ке дейін отырған консенсусқа келу. 5 мемлекеттің министрлерінің таңғы сағат 5-ке дейін отырғанын көрген. 5 мемлекеттің министрі ортасында Иранның вице-президенті. Сондықтан жоспар жасаған уақытта бір ғана екен. Соны айтып отырмын. Мына Эскизо аумағында Курт-Качеданы және Пирит агарды құйрық шығады. Жою дейді. Осыны жоюды. Мұнайлы ауданы тұрмыстық жаңағы түкірші деген кезде тұрғын үй және коммуналдық шаруашылық басқармасы ғой. Бөлімі ғой. Осы қалай жояды? 98 мың 900 тонна кемікачадан немесе курткачадан жатыр. Осыны қалай жояды? Оны
экология министрлігінің жасыл даму несіне басқармасына берілгеніне 5 жыл болды. Сіздер қалай жойындыңыз? балансында емес, жастардың балансында, жастардың үйіне бейшмалықшыларға бюджет бөлінді миллион жойылған. Ликвидация сервиса 98 мың тонна. 135 миллион теңгемен қалай жояды? Мен соны айттым. Бұл техникалық жексат. Бірақ қазір күкірт качаларын ешкім сатып алмайды. Әлемде сатып алатын бірде бір жер. Несі? Әлемде күкірт качаларын күйдірушіге күкірт өндіретін бірде бір технология қалған жоқ. Сосын 45-ші Маңғыстау облысының Бейнеу ауданы төтенше экологиялық жағдай аймағы немесе экологиялық зілзала аймағы деп жариялау болжанады. Аумақты зерделеу. Бұған қаншама ғылыми зерттеу институттары бар. Бұны зерттеген жалғыз ғана ғалым бар, Түркмен ғылым академиясының корреспондент мүшесі, техника ғылымдарының докторы, геолог Аманниязов Құрбан Небесұлының үлкен қалыңдығы елдей болған монографиясында зерттеген. Ал бұл бірақ негіз бола болмайды. Ол табиғи ресурстар басқармасының сақтауында. Бұл негіз болмайды. Оған ғылыми зерттеу институты. Шығынсыз дегеніне қарап отырған бұдан. Жоқ, төтенше бұған экологиялық қолайсыздайма. Шығынсыз деп тұрған шағалардың барлығын аяқтау болсаң, қараусаңыз ұсынысқа сондай жауапты өздерінің ол жерде бізге жобаны арнайы іске асыру үшін ұсынысқа беру керек мысалы журналистке. Ол іске асатын болса, 26 арнайы қаржы бөлініп жалғасатын жоқ. Сол үшін шығынсыз деп тұрған жоқ. Сосын алып қосып жіберейінші, жиналыс аяқталғаннан кейін қоғамдық каналдарды өзінің камерасына сәйкес 2 жұмыс күні ішінде хаттамалар. Сондықтан ертең түске дейін барлық осы қоршаған ортаны қорғау және ішкі жоспарына сәйкес ұсыныстарыңызды жолдауыңызды сұраймын. Атамекен аудандарда су мәселесі көтерілсек, ішіне жаңағы қардан кейін қазір жеті үйдің ішінен су шығып тұрды. Біздер құрылыс бөлімі тарапынан дренаж және кәріз желісінің жобасын жасақтап отыр. Оның жобасын не үшін көтерілген? Жер асты суы. Көтерілетін себебі белгілі. Жалпы, ана қасында кіші оймашар көлінің түбі теңіз деңгейінен 38,3 метр төмен жатыр. Каспий теңізінің деңгейінен де төмен жатыр. Бірінші ол жерде судың соғысынайын Каспий теңізімен суға байланысы бар. Екінші, айналасынан 11 кішкентай көз берді. 11 көз берді. Толық зерттелген. Зерттеу материалдарын алғаныңызда табиғи ресурстар басқармасында бұрынғы әкімге берілген
электрондық вариант. Сосын ана төбенің басынан төмен қарай ағатын жаңағы жер асты арқылы ағатын жолдардың барлығы үстіне үйлер салынып, жолдар салынып, әбден тапталған. Енді су грунт арқылы ана көлге құйудың орнына тапталған жерге сіңбей жоғары отыр. Тек қалған дренаж жасау. Дренаж жасау үшін мына ПСД үшін салып тұрма. 13,5 управление ал айналасындағы су, жер асты су қайдан келіп жатыр зерттелмеген. Осы көлді зерттелген материал бар, 12 источник, ойбаша көлі. Ал барлық көріп отырғаны жаңағы өзен, мұнайды Бұл жерде жаңағы ПСД деп тұрғаны зерттелмес бұрын бірінші ПСД жасалады. Одан кейін барып зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Зерттеу арқылы ПСД жасалу керек. Гидротехникалық зерттеу жұмысы жүріп бар. Сосын дренаждан ПСД жасалу керек. Орынбасарға барлық нелеріміз бәрі де газетадан нет, ұстаз, енді қималық деймін, қандай бесотын жалғыз қалдарыңыз бар ма орынбасарға? Келесі мәселе. Мына халықты өлкенің экологиялық жағдайын жақсарту үшін халықтың өзін маңдаған адамдарды тартудың жолы үлгілі ауыл дейтін конкурс еді. Осы конкурста жеңіп шыққан ауылдарға барлық әкімдер мен орынбасарлары барады. Осы қалған неше ауылға барды мысалы. Ең үздік деген ауылдарды бір-біріне көріп отырып содан ілгері қарай дамуға жағдай жасайды. Осы бір конкурс қалып қойды. Осыны қалай болғанда осы конкурсты көреді. Индира, сен жақсы білесің, үлкен ауылға 10 миллион теңге әкімдігіне, кіші ауылға бірінші орын алған 7,5 миллион теңге ақшаға беріп отырып, ауылдардың жағдайы тіпті жақсарып келе жатыр. Қалай шықтыңдар? Көрдіңдер ауылдар. Әкімдер де болды. Кәдімгі аудандар мен қалалардың әкімдер бір-біріне бар. Конкурс аяқталғаннан кейін ал неге мынауға бірінші орын берді деп көріп отырады. Осы бір конкурс жүргізілді. Индира сен қарсы бол. Ал Райхан айтты, осы бір конкурсты қаржыландырды. 49 миллион теңге бөлініп берген жетсе. Ал мен бұл айтатын нәрсе бұл. Орынбасарға айтуға дейсіңдер, бұл енді мәселелерді бәрін сізден білесіз ғой, рахмет. Мына жерде Маңғыстау өкілдері бар, бір сұрақтарымыз болады, қаржымыз, мұнай мекемесінің өкілдері бар, машалла. Ұсыныстарыңыз бар ма? Ұсыныс болмаса, ішкі істер департаментінің ұсыныстарыңыз бар ма? Енді кешеде жиында айтылған өттіңіздер ғой, қаншама хаттама толтырған, қаншама бақылау штраф мен бәрінде жұмыстарымызды көріп отырмыз. Департамент через күнделікті консультация жасап әріптестер, сұрақ ұсыныс болмаса, онда жиынымызды парламент қазгидрометтің мәселесі ғой сұрағы. Мұнай қысқарнасы келді. Біздің бір сұрағымыз бар. 2 күн ішінде бере аламыз ба, ұсынысты? Қуанып хаттамасын толтыруға қағидаға сәйкес 2 жұмыс күні белгіленген. Ішінде ұсыныстарымызды жолдауға сұраймыз. 17 март соңғы күніміз ғой, да? 2 жұмыс күні. Бүгінгі күнді қоспағанда? Бүгінгі күнді қоспағанда. Ертең соңғы. Ертең
жүз алты жариялаймыз. Рахмет.